Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 145-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептеудің және есептерді шығарудың тиімді тәсілдері. Жұлдыздар. Сабағымыздың мақсаты 3-4 амалмен шығарылатын есептерді санды өрнек және теңдеу түрінде тиімді тәсілмен шығарасың. Балалар, бірінші тапсырманың астына қарайықшы. Санды көбейтіндіге қалай бөлуге болатын есіңе түсір. Біз санды көбейтіндіге бөлудің 3 тәсілін бұрыннан білеміз. Кәне есімізге түсірейік. Мысалы, 20-ны 5 пен 2-нің көбейтіндісіне бөлу үшін 20-ны 5 пен 2-ні көбейтіп алып бөлсек болады. Яғни 20-ны 10-ға бөлсек болады. Немесе 20-ны 5-ке бөліп, одан кейін 2-ге бөлсек болады. Немесе 20-ны 2-ге бөліп, одан кейін 5-ке бөлсек болады екен. Енді осы бірінші тапсырманың әсінде әртүрлі тәсілмен есепте. Яғни 225-ті 3 пен 5-тің көбейтіндісіне бөлу керек. Бірінші тәсілі 225-ті 3 пен 5-тің көбейтіндісі 15-ке бөлеміз. Сонда 15 шығады. Енді 225-ті 3-ке бөліп, одан кейін 5-ке бөлеміз. Бәрібірінде жауабында 15 шығады. Енді 225-ті 5-ке бөліп, одан кейін 3-ке бөлеміз. Жауабы 15. Мына тапсырмаларды осындай 3 тәсілмен есепте. Осы бірінші тапсырманың бысына қараймыз. Бөлгішті бір таңбалы 2 санның көбейтіндісіне ауыстырып, бөлуді орында. 360 пен 72-нің бөліндісі. 72 бұл жерде бөлгіш болып тұр. Осы бөлгішті 2 санның көбейтіндісіне ауыстырамыз. Яғни 72-ні біз 9 пен 8 сандарының көбейтіндісіне ауыстырамыз. Енді бөлуді орындаймыз. Яғни тиімді тәсілді пайдаланамыз. 360-ты бірінші 9-ға бөліп, одан кейін 8-ге бөлеміз. Сонда жауабы 5 болады. Енді мына астындағы тапсырмаларды тура осы тәсілді қолданып орында. Екінші тапсырма. Амалдардың қай қасиеті тиімді есептеуге көмектеседі? Балалар, мына жерде көбейтулер біз тиімді тәсілді қолдануымыз керек. Яғни өзімізге тиімдісін таңдап аламыз. Бізге бұл жерде 190-ды 5-ке көбейтіп 2-ге көбейткеннен көрі 5 пен 2-ні көбейтіп алып 190-ға көбейткен тиімді. Өйткені 5 пен 2-нің көбейтіндісі 10-ға тең. Сонда 190-ды 10-ға көбейтсек 1900 болады. Қалған тапсырмаларды да өйстіп тиімді тәсілдерді тауып орында. Енді балалар, 4-ші тапсырмаға қарайық. Тәсілдердің қайсысы тиімдірек екенін айтуға бола ма? Енді балалар, біз осы тиімді тәсілді есеп шығаруда қолдануды үйренеміз. Мынандай есепті беріп отыр бізге. Арман есепті әртүрлі тәсілмен шығарды. Мектепті жөндеу жұмысына бірдей құтыдағы 90 кг ақ және 180 кг көк сыр әкелінді. Ақ сырдан 18 құты болды. Қанша құты көк сыр сатып алынды? Алмен балалар, біз бір құтыда қанша килограмм сыр бар екенін тауып аламыз. Бірінші тәсілдің бірінші амалында ол үшін 90-ды 18-ге бөлеміз. Сонда бір құтыда 5 килограмм сыр бар екен. Енді жаңағы көк сырдың қанша екенін тауып аламыз. Ол үшін 180-ді 5-ке бөлеміз. Сонда көк сырдан 36 құты сыр бар екен. Екінші тәсіл. Бұл жерде 180-ді 90-ға бөліп аламыз. Бірінші амалында. Яғни 2 есе ақ сырға қарағанда көк сыр неше есе артық әкелінгенін тауып аламыз. Сонда 2 есе. Енді 18-ді 2-ке көбейтеміз. 36 құты көк сыр. Енді тура осы тәсілдерді қолдана отырып, теңдеу құрып шығарсақ та болады. Сонда мынандай теңдеу құруға болады екен.
180 мен x-тің бөліндісі 90 мен 18-дің бөліндісіне тең. X тең 36 шығады. Балалар, бүгінгі тапсырмаларда осы тиімді тәсілдерменен әртүрлі тәсілдерді қолданып есептер шығарамыз. Өздік жұмыс. Оқулықтың 57-59 беттеріндегі номер 3, номер 5-нің А, номер 7 тапсырмаларды орында. Жақсы балалар, іске сәт.